Кәсібилікті үнемі шыңдап, кез келген өзгеріске бейім болу заман талабы. Қазіргі таңда жан-жақты жетілген білімді азамат дайындау қоғам алдындағы міндет. Осы орайда Маңғыстау облысындағы Құрық кентіндегі мектепке дейінгі білім беру қызметіндегі мамандар біліктілікті арттыру жобасына қатысты. Осы 2013 жылдан бастап Ерсай компаниясының қаржылық қолдауымен Евразия қоры біздің балабақша осы Құрық елді мекенінде мектепке дейінгі мекеме қызметкерлерінің білімін көтеру жобасын бастады. Осы жобаның аясында біздің мектепке дейінгі балабақшаның тәрбиешілері, мұғалімдері біліктілік курстарынан өтті. Осы біліктілік курстарынан өткен кезде Тәй-Тәй қорының координаторлары келіп бізге Тәй-Тәй бағдарламасы жайлы теориялық, практикалық жүзінде көрсетіп айтқаннан кейін біздің балабақшаның тәрбиешілері, педагогтары өздері ой бөлісе келе, осы бағдарламаны енгізейік деген ой тастап, осы жаңа оқу жылынан бастап осы бағдарламаны енгізіп жатырмыз. Балабақша қызметкерлері өзара талқылап, бүлдіршіндерге білім беру барысында үздік деп табылған бірнеше бағдарлама ішінен степ бай степ, яғни Тәй-Тәй бағдарламасын таңдады. Бұл бағдарлама сыныпта іс-әрекет еркіндігін таңдау мүмкіндігін беріп қана қоймай, баланың тұлғалық қасиеттерін дамытуды көздейді. Әлемде Тәй-Тәй бағдарламасы бойынша 28 ел жұмыс істеуде. Бағдарлама баланың қоғаммен өзара байланысын түсінуге мүмкіндік береді. Тәй-Тәй қорының координаторларынан басқа бізге Абай атындағы, Алматы қаласында Абай атындағы университеттің педагогика ғылымдарының кандидаттары келіп, 21 ғасыр педагог атты, және де осы балабақша қатысты менеджменттерді, осы қазіргі заман талабына сай жаңадан келіп атқан курстарды өткізіп, біздің осы мектепке дейінгі тәрбиешілердің жан-жақты дамуына атсалысып, өте жақсы көлемдегі, кең көлемдегі курстар өткізіп, бүгінгі таңда балабақшада жұмыс істеу үшін тәрбиешілердің жақсы жағдай жасады. Жас тәрбиеші Әлия Үтенова Тәй-Тәй бағдарламасы бойынша сабақ беру барысында оның көптеген артықшылықтарына көз жеткізді. Әрі оның алғашқы нәтижелерін де байқады. Бір ерекшелігі, бұл жерде Тәй-Тәй бағдарламасы 5 орталыққа бөлінеді. Орталықтар көркем әдебиет орталығы, математика орталығы, ойын орталығы, өнер орталығы және ғылым орталығы болып 5 орталыққа бөлінеді. Егер бала сабақ үстінде алған білімін өз тәжірибесімен байланыстырмаса, салыстырмаса, оның тез арада ұмыт болып қалары сөзсіз. Сондықтан жаңадан берілген ақпараттың барлығы баланың өмір тәжірибесіне негізделу керек. Әрбір бүлдіршінің ой арманы мен пікіріне мән беріп көңіл бөлу арқылы баланың тұлға ретінде қалыптасуына негіз қалаймыз.